Жұлдыздар түнгі аспанда жарқырап, бейбіт орманның үстіне жұмсақ нұрын шашып тұрды. Орман жануарлары үйлеріне қарай бет алды. Бірақ кішкентай көжек Бонни әлі ұйықтамады. «Мен ұйықтауға әлі дайын емеспін», деді Бонни аяғын ақырын ұрып. «Мен ойнайтын досымды табамын». Бонни ашық далаға секірді. Онда ол бетін жуып жатқан кішкентай тышқанды көрді. «Сәлем, тышқан, менімен ойнағың келе ме?» деп сұрады Бонни. Тышқан басын шайқап: «Жоқ, Бонни, мен тым шаршадым. Мен қазір ұйықтағым келеді. Ертең ойнайық». «Қайырлы түн, тышқан», деп Бонни әрі қарай секірді. Тоғаның жанында Бонни үйрек ана мен оның екі баласын судың жағасына қарай жылжып бара жатқанын көрді. «Үйректер, жүріңдер, ойнаймыз», деп Бонни шақырды. Үйрек ана ақырын айтты: «Түнде емес, Бонни, біз ұйықтауға бара жатырмыз. Ертең ойнайық». «Қайырлы түн, үйректер», деп Бонни әрі қарай секірді. Бонни ағаштың биікте тұрған түйінді көрді. Түйін құйрығын бұлғап, жайлы ұясына қонды. «Менің досым түйін», деп шақырды Бонни. «Менімен ойнағың келе ме?» Түйін басын шайқады. «Жоқ, Бонни, мен шаршадым, көп секірдім, ойнадым. Енді мен демалғым келеді. Ертең ойнаймыз». «Қайырлы түн, түйін», деп Бонни әрі қарай секірді. Үйге қарай бұрылып бара жатқанда Бонни таныс дауысты естіді. «Бонни, ішке кіру уақыты келді!» Бұл үңгірден қоңырау шалған қоян ана еді. Бонни орманның тыныш екенін және достарының бәрі қатты ұйықтап жатқанын түсінді. Өте кеш болды. Енді тіпті Боннидің ұйқысы келді. Ол үйге асығыс оралды. Қоян әке ұйықтар алдында ертек айта бастады. Оның дауысы жұмсақ және жылы. Боннидің көздері жабыла бастады. Қоян ана және қоян әке бір кішкентай қоянды сүйіп, ақырын сыбырлады. «Қайырлы түн, менің қояндарым. Қайырлы түн, Бонни». «Саған да қайырлы түн, балақай».